сарыарқамды көтеріп жүрген екен дейді. Осы бір шумақта, осы бір екі-ақ жолда Олжабай батырдың күллі болмысы, бейнесі көз алдыңызға келе қалады емес пе ағайын, солай ма? Ал домбыра шебері Қамар Қасымов жайлы былай дейді: нағыз қазақ домбыра демеуші ме еді, сол қазақты жасаған Қамар ата. Бүкіл еңбегін, бүкіл жасаған қажырлы қызметін осы бір екі-ақ тармаққа сыйғызып тұрғандай емес пе? Ал Әлкей Марғұлан археолог атамыздың түзді кезіп бел асып қызмет еткен қажырлы еңбегін жырлай келе, түзде жорту дегенді алғыр арлан үйреніпті Әлкей Марғұланнан дейді. Қандай тапқыр шумағы? Бәрекелді. Ақын тұлғаларды тек қана мақтап, мадақтап қана қоймайды. Оларды өскелең ұрпаққа, жас буынға үлгі ете сөйлейді. Ұлттық рухын жоғалтуға айналған, намысын нанға сатудан тайынбайтындарды сынай сөйлейді. Мысалы, Жасыбай батыр өмірұлына арнаған өлеңінде жас ұрпақ қадіріңді біле ме екен, Жасыбай деген кезде көлдес қалған деп. Бүгінгі біздің жастардың, біздің бойымызда бар кемшілікті білмегіне іліп алып сөйлейді. Одан бөлек әңгіменің үлкені өмір еді, әулиенің үлкені қоңыр еді. Баян таудың көп еді бөрілері, қалған екен тек қана терілері дейді. Қандай ауыр сөз, ащы сөз. Бұл сөзден мен намысымды қайрайтын қайрақ тапқандай болдым. Сіз де қадірлі оқырман өзіңіздің жігеріңізді жанитын бір сөз, ой таптыңыз деп ойлаймын. Бұдан бөлек ақын Ақбет таудың адам түгіл ақ қайыңы ақ найза болу үшін жаратылар деп, туған жердің топырағынан түлеген әр азаматтың мойнына үлкен жауапкершілік, үлкен сенім бере сөйлейді. Ғажап емес пе? Олай болса, бұл шумақтарды оқырманды ойға жетелеу ақынның мұраты деп білеміз. Оқырманды, көрерменді сөз құдіретімен алға жетелеген ақынға тағы да бір мәрте құрмет, қошемет көрсетіп қойсаңыздар. Кешіміздің келесі қадірлі қонағы, ол да кезінде домбыралы айтыс сахнасына шығып, сөз сайыстырған, өздеріңіз жақсы біліп отырсыздар, асыға күтіп отырсыздар. Қарсы алыңыздар қазақ ән өнерінің белгілі өкілі Еркін Нұржан. Құрмет, қошеметтеріңіз болсын.